сіз мысалы бәріміз жаңа қандай бір жаңа бірдеңке үйрендің, бір әдіс болсын, бір жаңа жерге бару болсын, бір жаңа сөз ба, әңгіме, әйтеуір бір өзіңе бір жаңалық аштыңыздар ма? Аштыңыз ба? Айтшы. Енді адам өзі жасы үлкейген сайын өзіне сұрақ қояды. Сен не істедің, не істей аласың? Соған көбінесе мен не істедің емес, өтіп кетті ғой енді. Не істей аласыңға көбірек көңіл бөлемін мен. Сондықтан бір күні ютубтан қарап отыратын болсам, ана смола, эко смола бар ғой, содан стол жасағанды көрдім. Маған ол өте қатты ұнайды. Өзім енді өнердің адамы болғасын кеттім ғой енді. Сонымен барып, анаяқа барсам, Шымкентте жасап жатыр екен соны. Сосын Ася деген қыз, Қызылорданың қызы. Сонымен соған барып, Алматыда отырып звондадым, ол кезде жаз ғой, звондадым соған. Мен осындай оқиын деп едім деп. Сосын кейін келіңіз деді, жасыңыз қанша дейді, Құдай қаласа 3 айдан кейін 70-ке толамын дедім, келе беріңіз деп. Соныменен мен сол смоладан стол жасап шықтым, сағат жасап шықтым. Енді үйге келген кейін оны жасағанның бәрі керемет. Енді өзім қатты ұнатамын оны. Мысалға киізден сурет салу, жаңағы неден форман жасап, цементтен, жаңағы неме заты, гипстен ол жасап, ол менің түнде атып тұрамда жасай саламын оны. Күнде жасайтын тірлігім ол. Кәдімгі мен бүйтіп істегім кеп кетеді, ананы жасағанда терлейсің өзіңді. Ал мынау маған ерекше болды. Содан жасап болып, жаңағыны жасап бүйтіп рахаттанып отырсам, бір үлкен кісі бар бізде, профессор болған, Қаскелеңде Киз деген университет бар, соның кезінде профессор болған, пенсия бірге жүгіреміз. Площадкада бірге жүгіреміз, 8-9 километрде. Сол кісі өтіп баратыр, Роза не істеп атсын дейді, бергеніз бе? Мен мақтанғым кетпеді. Мен бұрында арабтың, қашық болдым деп айтайын ба, 28 арабтың әрпін білетім. Бірақ соның басын кішкене қосқанда да былай сөзін біріктіріп оқи алмайтын. Биыл сол арабтың 28 әрпін оқып, басын біріктіретін болды. Менің қосқан жаңалығым осы болды. Ал енді физикалық тұрғыдан неткенім, қыздар әне күні мен сода ол шок болдым деген қыздар қарға жалаңаяқ. Шок болдым, сен угадай дейді маған. Жалаңаяқ қырға жүрдім. Ал енді дененің сол кездегі мұздай болып, аяқтан басқа дейін жетеді ғой мұздай болғаны. Ал содан кейін аяқ киіміңді киіп алып жүрген кезде сенің денеңнің қызғанын көрдіңдер қыздар. Кім жүріп көрді? Мен жүгіріп көрдім. Жүріп көрдің бе сен? Сен Роза жүресің. Бүгін ғана кім айтпағанда, оның мен әшейін жай өзіне жібере салам видеоны деп ойлағам. Содан кейін ұмытып кеттім жіберуді. Бірақ бұл Розаның туған күнде соны сөз қылды. И сол кезде соны естіп қалдым да, бүгін соны айтайыншы деп айттым. Ал сұрақ деген, кім угадайды? Угадайте деген кезде мен жай қалжыңдап отырдым ғой оған. Қалжыңдап отырдым ғой. Ақын болып кеттім деп айтсаң шыныңызды. Жоқ, енді оған кітап көп оқуымыз керек қой. Оқып жатсың ғой енді. Иә, поэзия не дейді, көп өлең жаттауымыз керек. Сол кезде жалғасады деп ойлаймын. Бірақ енді соған тырысып жатырмыз, өлең жаттауға. Мына кісі айтпақшы, ұзақ жаттаймыз ғой. Жаттаймын. Содан кейін мынау таңертеңгілік менде бір айдан асты ма, скандинавский жүремін. Таза ауада маған ұнап жатыр. Сарайшықта пенсионерлермен бірге. Енді ана таза ауаға бір күн шықпай қалсам, ана бір түрлі сияқты үйде уже. Жүріп келгеннен кейінгі ощущение дей ма, енді күшті. Ана неңде ашылады бәрі. Қораларың да ашылады, бүкіл неңді ашылатын сияқты, жақсы идеялар келетін сияқты. Сондай енді. Майра апай, ағылшын тілін үйреніпті. Ағылшынды үйреніп, интернеттен қарап, ұлымды ашып берген, енді мынаны оқи берсеңші деп. Содан аздап, содан қарап, оқып, жетіп жүрмін, бірақ тереңдетіп оқыған жоқ. Мен жай ғана сөздермен ғана бірден қиын екен, мама саған келмейді екен десе де қоймай соны оқып жүргем. Сосын осы жолы ұлым айтады ғой, мама сіз бірінші несіне қалай әріптерді жазу оқу қиын екен.
ағылшынша былай қарағанда біз білмейміз ғой, оның оқығаны бөлек те жазғаны бөлек екен. Сол себептен сіз сол әріпті танып оқыңызшы, мама. Барыңызшы, таптыңыз ба, барыңызшы, өзім төлеп берем деді. Енді мен ағылшын тілін оқимын. Содан кішкентай кезімнен бастап 10 жасқа дейін мен кәдімгі сахнада неше түрлі неметер жасайтын, акробатикалық номерлер жасайтын. Самолочка өзі. Иә. Содан үйде апайым үйретеді ғой. Содан міне келіп алып осы жаққа келгеннен кейін немерелерімді соған апардым ғой. Апардым, қуана апардым. Енді міне кандидат мастер спорт алды. 12 жаста қызым. Кандидат мастер спорт алды. Одан кейін міне осы міне 2-3 күн болды алғанына. Ал одан кейінгісі первый взрослый еді ғой. Келесі жылы енді ол да бұйырса кандидат болатын несі бар. Сондай жаңалықтар болып жатыр. Құтты болсын, құтты болсын. Кім сен өзіңе қатысты сұрадың мен? Өзің басы бар өміріміз солай болуға тиісті ғой. Сол немерелеріме бәйге жарияладым өзім балаларым арасынан. Жоқ, Нұргүлсім, ол саған өзіңе байланысты болмағанымен сен бұрын өйтіп жарыс ұйымдастырған жоқсың ғой немерелердің арасында. Ол сен үшін жаңалық қой. Менің бір түсінгенім, бірақ өте Құдайға шүкір деп жатыр. Мысалы, коляскада мен біраз жүрдім ғой, коляскада мен алып жүрді, өткенде далаға шыққым келеді ғой сонда. Сонда бір байқағаным, менен басқа ешкім болмады. Коляскада жүрген. Бір адам жоқ қой. Сосын жаман екен, бәрі саған қарайды екен. Сонда ойладым да, қандай қиын адамдар ұялып, үйінен шықпайды, қанша адам осындай коляскада. Сосын мен өзім Құдайға не алғаным, әйтеуір жазылам ғой, әйтеуір жүрем ғой. Ал осындай қанша адам өмір бойы не қағандар бар деп, қандай сондай көп проблема бар екен. Сосын жолдар ешқандай қолданылмаған неге коляскаға. Жүре алмайсың ғой ана коляскада. Мен талай құлатып алайын деп былай өте қиын. Жолдар өте нашар екен. Біз былай байқамаймыз, ал жүре береміз ғой. Ал коляскада не себептен бір жағынан жүре алмайды, жолдар өте нашар екен. Жол нашар, сосын ал былай андай адамдар, мен былай ойлаймын. Сонда Аллаға шүкір аяқ бергеніне келдің ғой. Тіпті анау неге барғанда, мен барғанда жарты сағат сайын ба келіп тұрды ғой, аяғы шығып кеткен, аяғы сынған, нелер сонда білмеймін. Көп екен ондай. Сол адамдар мысалы үйінен шықпай отырады ғой, ұялады мысалы шығуға. Ал үйде отыру өте қиын. Сен далаға шығуың керек, таза ауа, не olу керек, әйтеуір не olу керек қой. Сол шықпайды, ұялады. Енді соңғы жылдары мен де біраз денсаулығымен алыстым. Бағана сіздің сөзіңіздің бәріне қосыламын. Бірінші кезде адамға ең алдымен денсаулық керек. Адам дені сау болмаса, жаңағы кейде өзің керек болмайтын кез болады. Басқа біреу түгілі, ана денсаулық болмағанда сен өзің керек болмай қалады екенсің. Соны түсіндім. Сосын ештеңеге берілгім келмеді. Мен осындай орта іздедім. Ортада да осындай ортаға іздедім. Ояқта да логотерапия деген ояққа да қатысам. Ояққа барып жүрдім. Одан бұяққа келгеннен кейін де тыпыршып отыра алмадым. Мен баруым керек. Ізденіс менде жатқан, отыра алмаймын тыпыршып бір жерде. Содан қарап отырып жаңа кімді тауып алдым? Айнұр Бұлақбайды. Сон бір жерге мені жаңа бесікке саларға шақырды. Тағы да жаңа кітап апару керек қой. Басқа ойыма ештеңе келмейді, жаңа сыйлыққа. Айнұр Бұлақбайды тауып алып, соған звондадым, бардым. Сосын кітабын алдым. Сосын бұл қызығасыз ба деді. Я осының бәріне қызығатын ем, Қызылордада, бірақ осында мен жүредім дедім. Жүреді де бар ғой деді. Қаяқта бар дедім. Алқа деген клуб бар, пәлені күні осындай отырыс болады. Барасыз ба? Барайын. Сол жерге келдім, одан Айнұрды көрдім, аңтарлеп, Қызылордаға қарағанда ауқымды, көбірек кітап оқитын кісілер көп, жас та бар, үлкен де бар, жас та бар. Қуандым. Сонда отырып барып, Айнұр айтты, осындай Наурызда отырыс болады, келесіз ба деді. Сол кезде таныстық. Иә. Сөйтіп Наурыздағы отырысқа бардым, осындай орта таптым. Тереңдей берді. Кеше айттым ғой жаңағы, бірдеңе іздесем, алдымнан шығады да, Инстаграмда, кітаптан шығады. Іздеген адамдарым алдымнан шығады. Айтады ғой, бекерден бекер кездестірмейді дейді. Алла тағаламның біздерге бір-бірімізге береріміз болғаннан кейін біздерді басымызды қосты. Біреуіміз қиырда, біреуіміз шиырда деген сияқты қазақша айтқанда. Бәріміздің өйткені бір-бірімізге береріміз бар, бір-бірімізден аларымыз бар. Алланың қалауымен біздер бір отбасы, бір шаңырақта, бір дастарханның басында, уже міне екінші рет дәмдес болып жатырмын. Ал 1,5 жылдай арқаның ортасында Астанада да жүрмін. Енді кеше айттым, әулиелі жерді көп араладым.
бірақ соны мен мәнісін түсінбегенімді қара шаңырақты оқығанда білдім. Қанша нәрсені мен түсінбей барғанмын. Соның барлығына шүкіршілік қыламын. Керек нәрсемді, дұрыс демеген нәрсемді алдымда шығарып тұрды. Мынауың дұрыс емес, мынауың дұрыс деп. Рахмет сіздерге осындай ортада жүргеніме. Барлығыңызға разымын. Алланың разылығына бөленіңіздер. Алладан сұрағанымыз өзін өзі осылай алдымыздан шығара берсін. Әумин.